Бүгінгі тақырып салт және сабақты етістік. Етістік мағынасына қарай екіге бөлінеді. Салт етістік және сабақты етістік болып. Салт етістік дегеніміз атау, барыс, шығыс, жатыс, көмектес септіктеріндегі сөздермен тіркеседі. Мысалы, спортшылармен кездесті. Кіммен кездесті? Спортшылармен. Жаттығуға барады. Қайда барады? Жаттығуға. Барыс септігінде. Ауылға қарай бет бұрды. Қайда бет бұрды? Ауылға қарай. Барыс септігінде. Әңгімесінен ұқты. Неден ұқты? Әңгімесінен. Сабақты етістік дегеніміз табыс септігіндегі сөзді қажет етеді. Мысалы, кітапты оқыды, жеңімпазды анықтады, гүл сатып алды, есікті ашты, апаңды күт. Кімді күт? Апаңды күт. Қосымшалар жалғану арқылы салт етістікті сабақты, ал сабақты етістікті салт етістікке айналдыруға болады. Салт етістіктің сабаққа етістікке айналуына мысал: шам сөнді. Салт етістік. Шамды сөндірді. Сабақты етістік. Сабақты етістікті салт етістікке айналдыру жолы: сабақ айтты. Сабақты етістік. Сабақ айтқызды. Салт етістік.